қалай айына ұқыпты түрде кемі аукцион арқылы 2-3 миллион теңге таза табыс қалдырып отыруға болады. Ассалаумағалейкум, есімім Дәулет Қанатұлы. Жалпы өзім осы аукцион салалары бойынша, яғни Госреестр, ЕТП әділет, e-сауда порталдары бойынша 2 жыл көлемінде жұмыс жасап келе жатырмын. Және де осы сала бойынша маманымын деп айта аламын. Жалпы өзіміз осы аукцион салалары бойынша өзіміз айналысамыз, және обучение салалары бізде қарастырылған. Обучение бойынша бізде көптеген студенттердің жаңағы келіп бізге айтатын жаңағы бір сұраға: маған срочно ақша керек болып тұр, маған 2-3 күнде табу керек, 1-2 миллион теңге табу керек деп. Егер де осы видеоны сіз көріп, біздің студентіміз болғыңыз келіп отырса, және 2-3 күнде 1 миллион, 2 миллион тауып тастағыңыз келсе, онда бұл видео сіздер үшін емес. Бұл аукциондарда ең бастысы ұқыптылық керек. Яғни сіздер кез келген аукцион қатыспас бұрын ол автокөлік қанша тұратынын, қандай суммаға сата алатынын, және де қандай табыс қалдыра алатынын алдын ала көре білу керексіздер. Бізде негізгі обучениедағы негізгі қоятын мақсат осы нәрсе. Мысалға, қазір нарықта автокөлікке ассортимент көп. Мысалға, Toyota Corolla, Toyota Camry деген автокөліктерді сіздер бүгін шығарсаңыздар, ертең сатылып кетуі мүмкін ол автокөліктер. Ал басқа автокөліктер бар. Мысалға, Kia Cadenza, Peugeot деген сияқты машиналар бар. Бұлардың сатылуы қиындау автокөліктер. Сол себепті сіз бағасын әлде қайда түсіру керексіз. Мысалға, Toyota'ның рыночный стоимостына 1 миллион теңге түсірсеңіз жеткілікті, мысалға, табыс қалдыру үшін. Ал жаңағы мен айтып отырған автокөліктерді кемінде 1,5-2 миллион теңгеге дейін нарықта бағадан түсіру керек деген сияқты. Осыған байланысты мен жаңағы өзім ұтқан бір автокөлікпен бөлісіп кетейін. Мысалға, біз Атырау қаласынан Toyota Hilux автокөлігін ұтқан болатынбыз. Нарықтағы өздеріңіз де қазір кіріп қарасаңыздар болады. 2014 жылғы Toyota Hilux-тың орташа бағасы 9,7 миллион теңге. Бұл нарықтағы орташа бағасы. Біз аукционға қатыстық, басында шыны керек, нарықтағы орташа бағасына қарап қатыстық. Аукцион 10 миллион теңгеден на понижение кетті. Біз сол жаңа нарықта орташа бағасына қарап 8,5 миллион теңге деп басында пландап отырдық. Яғни 8,5-ға түссе, біз ұтып аламыз деп пландап отырдық. Сөйтіп, міне дәл аукционға қатысатын кезде уже полный зерттедік. Яғни нарықты зерттедік, қалай сатылатынын барлығын толықтай зерттеп алдық. И ол автокөлік 9,7 болғанымен ондай суммаға өтпейді екен. Яғни бағасын әлде қайда түсіру керек болды. Осылай біз бағасын ол Toyota Hilux 7,3 миллион теңгеге түсірдік. Бағасын 7,3 миллионға түсірдік. Қараңыздар, қандай сумма саттық? Біз 8,9 миллион теңгеге саттық. Егер де біз ойлаған, мысалға, 8,5 миллион теңге ұтып алсақ, біздің Атырауға барып келетін жолымыз бар, ол жақта жүріп тұрғанымыз бар деген сияқты, біз өзінің суммасын әрі жауатын едік. Егер біз нарықтағы жай бағасына бір колесаға кіре сап қарай салсаң. Сол себептен ең басты ұқыптылық керек. Қандай суммаға сіз ертең ұтқан автокөлігін сата аласыз? 8,9-ға саттық, жолымыздың барлығын есептеген кезде 1 миллион теңге мысалға осындай лоттардан табыс қалдыра алдық. Осы сияқты. Сонымен қатар тез асығып істеген мәселеде қадалып қалатын кездер болады. Аллаға шүкір, енді өзімнің студенттерімде ондай жағдай кездескен жоқ. Себебі мен барлығын бақылап отырамын, барлығын зерттетпей аукциондарға қатыстырмаймын. Бірақ бізге Ақтау қаласынан бір студентімізге оққан болатын, 67 жастағы Абылай деген студентіміз. Бұл кісі, қараңыздар, аукционға өз бетінше тіркелген, және өзі бір аукционға қатысқан. Және де қараңыздар, 5 миллион теңгеге Priora автокөлігін ұтып алған. Өздеріңіз ойлаңыздар. Мысалы, ол Priora'ға қандай, мысалға, 570-тің моторын салсаңыз да, нарықта 5 миллион теңге тұрмайды Priora'лар. Ары кетсе 3,5 миллион. Идеальный дегендер, студентіміз 5 миллион теңге ұтып алған. Бұл қалай? Яғни аукцион басталған кезде баға негізі 3 еселеніп тұрады. Оны сіз білетіндер болса түсінеді. Бірден подтвердить кнопкасын басып жіберген, және 5 миллион теңгеге бірден Priora'ны ұтып алған. Бірақ та енді жақсы жағы деп айтсақ болады, отказ беруге болады. Яғни ұтып алдыңыз, отказ жасай аласыз. Ешқандай черный список деген жоқ. Тек қана кез келген аукцион қатысатын кезде сіз гарантийный взнос төлейсіз. Ол кісі ол аукцион қатысу үшін 150 мың теңге гарантийный взнос төлеген. Сол 150 мың теңгесі күйіп кеткен. 150 мың теңгесі күйіп кетті, оны қайтарып алынбайды. Осындай, егер де сізде асығыс түрде өз бетіңізше аукционға кіретін болсаңыздар, осы жақтарын басты назарда ұстаңыздар. Солай бізге Ақтау қаласынан келді ол кісі. Біздің курсымызда толықтай 1 ай көлемінде өтті. Аллаға шүкір, Госреестр, ЕТП әділет, e-сауда порталдарын толыққанды меңгеріп қайтқан болатын. Сонымен қатар тағы да басында көрсеткен ақшаларды көрсетіп өтейін. Мысалға, біз міне бұл жерде 7,5 миллион теңге
Біз қазір міне осы жерден шығып бірден өзіміз ұтқан автокөліктің оплатасын жасауға бара жатырмыз. Яғни біз 2019 жылғы Hyundai Elantra автокөлігін ЕТП әділет аукцион порталынан ұтып алдық. Бұл бізде осыдан бір апта көлемі бұрын ұтқан болатынбыз. Негізі 10 күн уақыт береді оплата жасауға. Біз міне 7-ші күні толық сумасын толықтыруға бара жатырмыз. Бұл автокөліктің. Бұл бізде міне өзіміз Астана қаласынанбыз, Алматы қаласынан ұтқан лотымыз. Тоже осы сияқты мысалға алдын ала зерттеп аласыздар. Нарықтағы орташа бағасы қандай сумаға сатуға болады. Соған расчет ұстайсыздар. Сонымен қатар екі порталды айтып жүрміз. Біз негізгі назарда Госреестр, ЕТП әділет. Госреестр порталында списанияға шыққан мүлік, яғни списанияға шыққан мүлік деп өзі айтып тұр. Ол порталда уже кейбір автокөліктерге 50% деп айтсақ та болады, вложение керек болуы мүмкін. Осы вложение мәселесін толықтай меңгеріп алыңыздар. Аукционға кіріп жүргендер болса да түсінеді. Мысалға фотосы әдемі болып тұрған, фотосы идеальный болып тұрған автокөліктер барып қарасаң состояниесі нашар болуы мүмкін. Не болмаса фотода шаң басып тұрған, барып көргің келмейтін автокөліктердің состояниесі идеальный болуы мүмкін. Міне осы сияқты әрбір лоттарды зерттемес бұрын сіздер ең басты неге назар аудару керексіздер? Состояниесі қандай, нарықтағы бағасы қандай, қандайға сатуға болады және қанша табыс қалдырасыздар. Бұның барлығы ұқыпты түрде этаптан этапқа өтетін мәселе. Біз обучение барысында осының барлығын 100% үйретіп береміз және де нәтиже шығаруыңызға осы біз айтқан пункттер бойынша, яғни әр берген тапсырмаларымыз бойынша сіздер толыққанды өздеріңіздің жұмыстарыңызды атқарсаңыздар, осы аукцион бойынша мен сізге 100% гарантия берем. Кем дегенде айына 2-3 миллион теңге ұқыпты түрде қарапайым тауып отыра аласыздар. Видео сіздерге тиімді болды деп ойлаймын. Достарыңызбен бөлісіп кеттіңіздер, лайк басып, комментарий жазып кеттіңіздер. Көп рахмет. Қалай?